Жолда энергетик қаншалықты қажет немесе зиян, және күніне оны қанша қолдануға болады? Қазір трендте ғой өйткені энергетиктер. Енді көп адам шаршау, ашушаңдық, жаңағы әлсіздену сияқты шағымдарды жеңу үшін негізі энергетик сусындарға жаңағы бет бұрады. Бірақ тек қана көлік жүргізушілері ғана емес, жастар да бізде көбінесе қолданады. Өйткені дұрыс ұйықтамау, жаңағы дұрыс жаттығулар жасамау деген сияқты қосымша бізге өмір сүруге көмектесетін іс-шаралар жасамағандықтан осы энергетикалық сусындарға келеді. Соңғы статистика бойынша энергетикалық сусынды күніне тәулігіне 250 мл ғана рұқсат етілген. Бірақ оны алмастыруға болады. Қарапайым шоколад, кептірілген жеміс-жидектер, сусындар, орехтер неше түрлі, және чай, элементарный кофемен де алмастыруға болады. Конечно, чаймен кофені аз мөлшерде ғана. Ол да энергетикке сәйкесінше келіп тұрады. Ал мысалы енді шынымен де жаңағындай көп уақыт ұйықтамай, бірақ енді жолға шығу мәжбүр болып тұрған адамға ішкен бола ма, әлде лучше ұйқысын қандырып, бірақ шыққан дұрыс па енді? Бірақ асығып тұр адам мысалы ретінде. Энергетикалық сусындар негізі уақытша қосымша жаңа күш береді, әсері көрінеді, бірақ ұзақ уақыт өтпей-ақ қайтадан әлсіреу эффектісі жаңа әсері азаяды. Тек қана жаңағы сергектік сезім беріп, қан айналымды резко жаңа көтереді да. Өзінің күші кеткеннен кейін ол жерде құрамында бізге зиян заттар бар, солар арқылы біздің қан қысымымыз көтеріліп, сергектік әсер болады, бірақ уақыт өте келе қайтадан әлсіреу болады. Жолға шыққан адамдарға әлбетте ұйқысын қандырған дұрыс. Машинада жаңағы сусындар, тәтті тіске басарлар 2-3 сағат сайын бір дем алып, қарапайым жаттығулар жасау керек. Жолға шығатын алдында көлікте әрдайым сусын, жай су болса жақсы. Комнатный температурада су болған дұрыс. Жақсы.